Егер сізді іш қату мазаласа және запорға қарсы дәрілер көмектеспесе, міндетті түрде видеоны көріңіз, сізге пайдалы болады. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге доктор-терапевт Ибрагимова. Бүгін сіздерге үлкендер және балалар арасында жиі кездесетін іш қату, яғни запор туралы айтамын. Іш қату дегеніміз аптасына сирек 3 рет үлкен дәретке отыру, немесе күнделікті болса да нәжістің консистенциясының қатты болуы және ішектегі жағымсыз сезім дефекацияда қатты күшенуімен сипатталады. Нәжіс консистенциясын Брюссель шкаласына қарап анықтауға болады. Іш қату себептері: біріншісі дұрыс тамақтанбау, нан, ұннан жасалған өнімдер, тоқаш, печенье көп қабылдау. Екіншісі организмда сусыздану, суды жеткілікті дәрежеде ішпегенде. Үшіншісі ауырсынуды басатын депрессияға қарсы препараттарды жиі қолданғанда. Төртіншісі ішектегі дисбиоз, сибір, яғни ішектегі микрофлораның бұзылысынан. Бесіншісі өт бөлінуінің нашарлауы. Алтыншысы аз қимыл әрекет жасау, яғни гиподинамия, артық салмақ. Жетіншісі күйзеліс, биоритмнің өзгерісі. Сегізіншісі тамақтану гигиенасын сақтамау, асығып жүріп тамақтану. Бұл барлығы запордың негізгі және жиі кездесетін себептері. Осы себептер ішектің қабынуына алып келеді, содан іш қату пайда болады. Нәжіс, зәр, тер арқылы ағзадағы зат алмасу процесінің соңғы өнімдері, улы заттар, яғни токсиндер ағзадан күнделікті шығып отыру керек. Ал іш қату кезінде осылар организмге жиналып, әртүрлі аурулардың пайда болу себебі болады. Запордың асқынуы, колит, геморрой, проктит, жиі ішек аурулары, терідегі өзгерістер, зат алмасу процесінің өзгерістерімен сипатталады. Ішті жүргізетін дәрілер, клизма жиі жасау ағзаға кері әсерін тигізеді. Сондықтан запордың пайда болу себебін емдеу керек. Гастроэнтеролог дәрігеріне қаралып, анализ тапсыру өте маңызды. Іш қатудың емі: біріншісі дұрыс тамақтану, ұн өнімдерін рационнан шектеу. Ішек микрофлорасын жақсарту үшін клетчаткаға бай көкөністерді рационға қосу керек. Екіншісі сұйықтықты көбірек ішу. Шай, кофе шектеп, дене массасына 30 мл суды көбейту керек. Мысалы, 50 кг адам 1,5 литр су ішу керек. Таңертең аш қарынға жылы су ішуді әдетке айналдырыңыз. Үшіншісі, кешке ұйықтаудан 1 сағат алдын цитрат магний 1 капсуладан қабылдау керек. Төртіншісі, ас қорытуды жақсартатын ферменттер, крион немесе басқа ферменттерді қабылдау керек. Бесіншісі, дефекация, яғни үлкен дәретке отырғанда дұрыс отыру керек. Унитазға отырғанда аяқ астына кішкентай орынды қою керек және телефон көрмеуге тырысыңыз. Алтыншысы, стресстен құтылыңыз, күнделікті серуендеу және жеңіл жаттығулар жасау. Жетіншісі, минералды су, магний донат курспен қабылдаңыз. Сегізіншісі, өт жолы ауруларын емдеу. Өт қоюланған өтте іркіліс немесе тас болуы мүмкін. Осы емді қолданып, запордан бір жола құтылыңыз. Видео пайдалы болса, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз.